Жахан Отарғалиев отбасы, анасы мен әйелінің қарым-қатынасы, тұрмыстық кикілжіңдер жайлы ашық айтты. Бірінші некесі сәтсіз аяқталып, жұмысы тоқырағанда өзіне анасының сөзі қолдау болғанын түсінеді. Өмірде өз әкем секілді әке болсам деп армандайды. Бұл туралы ТБ бағдарламасында айтылды. Жахан Отарғалиев жары Балжанмен 3 ай кездесіп үйленді. Балжанның қылықты мінезі бірден баурады деген әзілкеш отбасында кикілжіңдер болғанын жасырмайды. Бізді көпшілік желіден көріп ұрыспайтын шығар деп ойлайды. Біз алғашқы 1 жыл бойы ұрысып келдік. Сахна, шығармашылық, әншілік үшін ұрысып келдік. Ол үйде отырғысы келмеді. Мен үйде отырғанын қаладым. Солай әбден жауыр болды. Бір күні үлкен ұрыс болды. Мен оған таңдау жаса дедім. Отбасын таңда, немесе сахнаны таңда дедім. Егер керемет әнші болсаң, өзіңді дәлелде дедім. Маған әйелімнің сыртта гастрольдеп жүргені, үйде жоқ болғаны ұнамайды. Мен таңертең оянғанда әйелім тамақ жасап жатқанын, үйде болғанын қалаймын. Сондықтан сахнаға шығармаймын. Егер қаласа, киноларыма саундтрек жазып, киноның бүкіл композициясымен айналысуға болады. Ол да шығармашылық жұмыс. Отбасын әйел емес, еркек асырайды дейді Жахан.